клиент сізден жиһаз сатып алғысы келіп отыр. 200 мың теңгелік офистік жиһаз және банк арқылы счет жіберуді сұрап отыр. Ол кезде не істейсіз? Ең бірінші контрагенттер мәзіріне кіріп, ұйымдар парағын ашу керек те, контрагентті қосасыз. Экранның оң жағында қосу батырмасы бар, мына жерге контрагенттің реквизиттарын жазасыз да қосасыз. Қосқан кезде ол осылармен қосылады. Барлық өзгерістерді сақтайсыз. Мысалы, осы контрагент сізден жиһаз сатып алғысы келіп отыр. Сақтау батырмасын басасыз, қосылды. Енді экранның сол жағында сатылымдар деген мәзір бар. Сол жерде төлем шоттар деген бар. Соны басасыз. Мына жерде шот жіберу деген батырма бар. Мына жерден сатып алушының реквизиттерін таңдайсыз. Егер ортаңызда келісім шарт болса, келісім шарт таңдайсыз. Онда мына жерде енгізуге болады. Жоқ болса, жоқ. Енді жиһаздың андай штрих-кодын білмесеңіз, сканер арқылы істемесеңіз, атауын жазуға болады. Мына жерде бүкіл сіздің офистік жиһаздарыңыз шығып тұр. Міне жерде мына жиһаз 192 мың теңге тұрады екен. Егер немене бағасы аздап өзгешелік болатын болса, мына жерден өзгертіп жіберуге болады. Мысалы 200 мың теңге жиһаз. Енді осыдан кейін мына жерде экранның жоғары жағында құрастыру деген батырма тұр, соны бастыңыз. Бітті, счетыңыз дайын. Енді осы счетты сіз PDF күйінде жүктеп алуыңыз керек. Мынаны жүктеп аласыз, PDF күйінде міне осылай жүктеледі. Енді осыны аласыз да ана кімге жібересіз? Сатып алушыға. Етіп алдыңыз. Мына жерде құжат шықты. Енді құжат сатып алушыға кетті. Болды осы.